соңғы нені қараймын. Сегіз болды. Қай кітаптан оқып жатыр? Бастаймыз ба? Иә, бастаймыз. Қай жерге келесіңіз фильмден? Дәреттің түрлері, дәреттің мақұлықтары өтіп кеттік. Мақұлықтың түрлері. Ненің? Дәреттің. Дәреттің әдептерін өттік, дәреттің мақұлықтарын өттік. Суды шашу түрлерін өттік. Я өзі келгеннен кейін естіп жатыр. Нұрын Изақ ғибадат бөлімі деймі? Ғибадат бөлімі. Қай кітаптан оқып жатыр? Аль-Фиқхул Муйассар. Муяссар. Аль-Фиқху Аль-Муяссар, я жеңілдетілген фиқх, я. Tamam. Шахинул Рахман Аль-Наби. Al-insan bayna khayr wa shar degan taqdirda o'tik. Al-insanu bayna wa alaykum assalom. Al-insanu bayna al-khayr wa shar. Yani adamlar жақсы мен жаманның арасында қалай болады екен, сол турасында иншалла тоқталып кетеміз. Ақлақ па? Иә, ақлақ. Бүгін сол ақлақ қысқы қазір, иә, қазір сабақ. Ал-исламу касайр рисалат самави. Немесе самави, сама екеуі бірдей, екеуі де көше түрде. Ислам дейді, мынау басқа рисалелер келді ғой, басқа пайғамбарлар келген сияқты, басқа пайғамбарлар кітаптарымен, сухуфтармен, беттермен келген сияқты дейді. Исламда негізгі несі келу мақсаты сол дейді. Яқтамиду фи ислахил ам. Мынау адамдарды жөндеу үшін келген дейді. Адамдарды тәрбиелеу үшін келген дейді. Пайғамбарлар не үшін жіберілді? Пайғамбарлардың миссиясы адамдарды тәрбиелеу. Негізгі миссиясы адамдарды не істеу? Тәрбиелеу екен. Ислах деген сол, я. Құран-ы Кәрімде аят бар, білесіздер, я? Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум. Расында муминдар, мұсылмандар бір-біріне бауыр, олай болса, бауырларыңыздың арасын жарастырыңыздар, татуластырыңыздар деген. Сол секілді дейді, бүкіл анау пайғамбарлар келді, не мақсатта келді? Адамдарды, қоғамды жөндеу, түзеу, тәрбиелеу үшін келген сияқты. Бұл исламда келгендегі мақсат, пайғамбарымыздың келудегі мақсат, сол надандық дәуірде өмір сүріп жатқан адамдарды жарыққа шығару, надандықтан босатып, жарыққа істеу, шығару бұл мақсат. Тәхзибул нафс ал-инсания қабля кулли шей. Мақсат не? Адамдарға ең алдымен келудегі мақсат оларға ескерту және ескерту арқылы оларды түзеп отыру. Яғни адамдар қисайып бара жатса, оған түзелудің жолын істеу, ұсыну дейді. Сол үшін мына жерде Рағд сүресін өткенде де айттық, тағы да тоқталамыз. Фаиза лам туслах ан-нуфус азламат ал-афақ. Егер адамдар тәрбиеленбесе еді дейді, онда бүкіл жер шары қараңғылықта қалады дейді. Адамдар түзелмесе, онда бүкіл жер шары қараңғылықта қалады, зұлматта қалады дейді. Васадатул фитн хадирул нас вал мустақбали. Және дейді, жер бетін фитна жайлайды. Жер бетін фитна, бүлік жайлайды. Және адамдар қазірде, және болашақта да, мустақбал деген болашақта да адамдарда бүлікте өмір сүріп қалар еді дейді. Бүлікте өмір сүріп қалар еді. Оларға бір не келмесе, бір хат, бір жолдау, бір кітап, бір не нұсқаулық, бір ереже, бір қағида келмесе еді дейді. وذلك يقول الله تعالى сол үшін Алла Тағала Рағд сүресінде бізге айтады: "Инналлаха ла юғайру ма биқаумин хатта ма юғайру би анфусихим, ва иза арадаллаху биқаумин суан фала марадда лаху, ва ма лаху мин дунихи мин вали."
Алла Тағала бір қауымды өзгертпейді. Олар өзгермейінше, біріншіден. Егер дейді, жалғасында айтады, егер Алла дейді бір қауымға жамандықты қаласа, сол жамандықтарының әсерінен, сол жамандықтарының кесірінен, істеген жамандықтарының кесірінен Алла адамға жамандық қалай ма сонда? Жоқ, адам өзі қалайды екен да. Адам өзі Лут, Самуд қауымдар неге жоқ болып кетті? Олар сол жамандықты өздері тілеп алды. Жамандықты тілеп алғаннан кейін Алла оларды жер бетінен жойды. Олардың орнына басқа қауымдар қойды. Сондықтан айтады жалғасы, аяттың жалғасында: "Ва ида арадаллаху биқаумин суан фала марадда лаху". Алла бір қауымның бүлігінен, фитнасынан оларға бәле, жәле жіберген болса, олардың басына апаттар алып келген болса, онда он апаттарға, ауылдарға жер сілкінісіп бола ма, басқа да аспаннан жерден келетін апаттарға ешкім тосқауыл болмайды. Өйткені Алла олардың істеген амалдарына көрі жазасын беріп жатыр. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Және оларға Алладан басқа жәрдемші не жоқ? Дос жоқ. Ие болатын ешкім жоқ. Соны айтады. Сондықтан адамда не бар екен? Ихтияр бар екен. Алла адамға не берген? Жаратқан кезде қалау берген екен. Қалау берген, жолды көрсеткен, пайғамбарлар берген. Егер пайғамбарлар жібермесе еді, адамдар айтар еді: "Біз тура жолда болар едік, алайда сен бізге кітап көрсеткен жоқсың, бізге пайғамбар жіберген жоқсың" деп айта еді. Бірақ Алла Тағала не істеді? Пайғамбарларды жіберді. Пайғамбарлар арқылы ескертіп отырды. Пайғамбарлар арқылы сүйіншілеп отырды. Пайғамбарлар арқылы сүйіншілеп отырды. Анна фиха фитра тайба. Енді дейді, адамда, жалпы адамда жаратылысынан жақсылыққа деген құмарлық, құштарлық бар екен. Тахфу илал хайр. Және ол жаратылысында болған жақсылыққа деген құштарлығы, ол әр уақытта жақсылыққа меңзейді негізі. Фитратында адам жаратылысынан жақсылық істеуге бір табан жақын болады екен. Және ішіндегі өзінің сезімдері жақсылыққа бұйырып тұрады екен. Және жақсылық істеген кезде ва тусарру би идракихи. Және бір жақсылықты істесе, адам қуанады дейді. Адам бір жақсылық істесе, қуанады дейді. Ва туасси лишар. Және бір жамандық істесе, не істейді? Үмітсіздікке түседі. Жамандық істесе адам үмітсіздікке түседі. Ва тахзан мин иртикабихи. Және көңілі түседі сол жамандықты істесе. Бір жамандықты істеп қойса, онда не своем тарелке дейді ғой. Өзінің несінде жайсыз сезінеді, өзінің қолайсыз сезінеді. Жамандық істеп қойса, қысылып жүреді. Яғни адамда жақсылық істеуге де, жамандықты қылуға да не бар екен? Қабілет бар екен да. Жақсылықты жасаса қуанады, нәпсі үнемі қуанышта жүреді, яғни. Қуанышта жүреді. Жамандық істеп қойса, онда қысылып, қымтарылып, солай жаман күйде жүреді екен, жаман күйде жүреді екен. Яғни рух шаттанбайды, былайша айтқанда. Рух шаттанбайды екен. Өйткені рух ол не? Жаратылысынан ол таза. Рух ол таза. Сол үшін дейді, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Ва нафсу ма сауаха". Нәпс нені көреді? Өзінің істегенін көреді. Бақара сүресінде айтады, нейді? Нейді Бақара сүресінде? "Лаха ма касабат ва алейха ма касабат". Нәпсі өзінің істегенін де және істейтінін де көреді. Нәпсі ол істегенді және істейтінді көреді. Жақсылық істесе жақсылықты көреді, жамандығын істесе жамандығын көреді. Мысалы, несін Зілзала сүресінде оқимыз. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Жақсылық істесе, оның жақсылығын көреді, жамандық істесе, оның жамандығын не істейді? Көреді. Алла әділ. Алла адамдарға соншалықты мейірімділік қылады екен. Бір жақсылық істесе, адамдар оны еселеп береді.
Бір жамандық істесе, мейірімділігі соншалы, бір жамандықты бір жамандық деп жазады екен да. Бірақ бір жақсылық істесе, оны еселеп арттырып береді екен да. Яғни бұл жерде Алланың біріншіден адамдарға деген мейірімділігі, екіншіден адамдардың қаншалықты әлсіз пенде, әлсіз мақлұқ екенін көруге болады, әлсіз мақлұқ екенін көруге болады. Яғни Алланың мейірімділігіне қаншалықты мұқтаж екенін көруге болады. Мұқтаж екенін көруге болады. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Кімдер құтылады дейді? Мән заккаха. Тазарғандар құтылады. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Кімдер не істейді? Неде болады? Алланың несінде болады? Ашу ызасында болады. Нәпсісін ластағандар, рухын ластағандар, онда не істейді? Яғни Алланың рұқсат бермеген шеңберінен, яғни несінен, шекарасынан бұзып өткендер, онда олар неге болады екен? Нәпсісін ластағандар азапта болады екен, азапта болады. وقد وصف الإسلام نفسه بأنه دين الفطرة الخالصة. Енді дейді, ислам немен сипатталады? Ислам әуелден ол фитра діні, ол жаратылыс діні екен. Және ол таза дін екен. Таза дін екен. Алла Тағала сондықтан исламның таза екенін бұйырып отырып, адамдарға ислам тек қана жақсылықтан басқа ештеңені нұсқамайтынын дәлелдеп бізге былай айтып отыр. Алла Тағала Рум сүресінің 30-шы аятында «Уақимис сала». Фақим сала. Намаз оқы. Фақим сала. Яғни айтады «Фақим уачхака лиддин ханифа». Бұл бетіңді қайда бұр дейді? Қандай дінге бұр дейді? Ханиф дініне бұл. Ханиф діні дегеніміз не? Тура дін. Тура дін, тақуалық дін, таза дін және жұмсақ дін. Жұмсақ. فَأَقِيمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Және адамдар, Алланың фатар деген негізі халақа деген сөз. Анау білеміз ғой, кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Омарға, Абдулла ибн Аббасқа дұға қылады. Бірақ сол Абдулла ибн Аббас муфассир болады, муфассир Құран, тәфсирші Құран. Алғашқы Құранды тәфсір, пайғамбарымыздан кейінгі алғашқы Құранды тәфсірлеген адам. Енді бұл жерде фатыр деген сөз өтіп жатыр. Фатыр деген сөздің мағынасы жарату деген сөз. Аллаху фатирус самауати вал ард деп өтеді ғой. Сол Абдулла ибн Аббас фатыр сөзін түсінбей қалған уақытта кімнен үйрені? Бадауилерден үйренеді. Бұл оқиғаны айттық па біздер? Бадауилерден үйренеді. Өзі қалалық болады енді. Сол фатыр сөзі мына жерде өтіп жатыр. Бұл жаратылыс діні. Бұл жаратылыс діні. Сол Абдулла ибн Аббас тәфсір жазып жатқан кезде Аллаху фатирус самауати вал ард деген фатыр сөзін түсінбей қалады. Сосын бір күні бадауилердің жанынан өтіп баратқан уақытта бадауилер бір құдықтың айналасында таласып жатады сахарада. Аналлази халақту, біреу айтады, аналлази бадатту, үшіншісі айтады, аналлази фатарту. Осы жерде айтады, фатыр деген сөзі жарату деген екен ғой. Бір нәрсені табу, жоқтан қылу, жаңадан қылу деген мағынаны. Сол айтады мына жерде Алла Тағала айтып жатыр. Фитраталла, ол Алланың жаратылысынан. Алла бізге жаратқан ол нәрсені аллати фатаран нас алейха. Яғни бұл дінді адамдар үшін жаратқан. Адамның фитрасы, адамның жаратылысы бұны қалайды осындай болу. Бұл толық дін. Басқа діндерде келді де, бірақ енді басқа діндердің ішіндегі ең кемел толық дәрежеге жеткені соңғы дін. Бұл не? Дін ханиф. Дін ханиф. Ол не? Ибрахим алейхиссаламның дінді ханифе айтады ғой. Аятта не еді?
Ибрахим алейхиссалам кім болды дейді? Ол насраниде, ол яхудиде болған жоқ. Ол ханиф болды. Ханифан муслиман деп келді. Ханиф дінінде болды және мұсылман болды дейді. Алла Тағала осы дінде адамдарды бейім қылып жаратқан. Және ла табдила ли халқилла, Аллахтың осы дінінде не жоқ? Тең келетін ештеңе жоқ. Енді оны өзгертетіндей бір дін алып келем десек та, немесе жалған пайғамбарлар шығып жатыр ғой. Мен пайғамбармын деп, яғни Алланың осы алып келген дініне бір сәйкес келетін немесе ұқсасы оған тән бір нәрсе жоқ. Тең келетін нәрсе жоқ. Ла табдила, оның орнын басар ешқандай дін жоқ. Ли халқилла. Залика динул қойима, валакин аксарун наси ла я'ламун. Бұл туралық дін. Бірақ дейді, адамдардың көбісі ол нәрсені түсінбейді. Алла Тағала бұл жерде хайырлы нәрсені бізге не істеп жатыр? Көрсетіп, ұқтырып жатыр. Бірақ адамдардың көбісі өкінішке орай бұл діннің қаншалықты адамдар үшін қажет екенін түсіне бермейді дейді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде وَقَدْ كَرَّرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ. Яғни осы мағынадағы аяттарды, осы мағыналас аяттарды көп қайталап дейді. Көп қайталады және былай деп айтты: فِي قَوْلِهِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Енді адамның жаратылысындай басқа жаратылыс жоқ. Адам сияқты жер бетінде басқа мақлуқтар бар, бірақ адамға жететін жоқ. Мақлуқтар көп қой, жаратылған мақлуқтар. Жындар әлемі бар, періштелер әлемі бар, бірақ адамдар сол компоненттердің барлығын істеген өз бойына жинақтаған. Адамдар сияқты еш қандай мақлуқтардың ішінде артып ерекше жаратылған, ерекше бейнеде жаратылған не жоқ? Жаратылыс жоқ. Сондықтан айтады Алла Тағала: «Лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим». Ең көркем, әдемі бейнеде адам баласын жараттық дейді. Содан жаратып қана қоймады, оған міндеттерді жүктеді. Бірақ ол міндеттерді орындамаған адам «Сумма рададнаху асфала сафилин». Жаратты да болды емес қой. Жаратты да өз алдына бос қойған жоқ. Өйткені Құран-ы Кәрімде басқа аятта айтады, адамды абаса деген бостан-бос жаратқан жоқпыз. Белгілі бір мақсатта жараттық. Адамға мақсат бердік. Алдына мүдде қойдық. Сол мүддеге жету үшін жолдар көрсеттік дейді. Сумма рададнаху асфала сафилин. Содан кейін адамдарды төмен дәрежеге түсіреді. Бірақ құтылудың жолын көрсетеді. Иллаллазина аману. Бірақ иман келтіргендер, ва амилу солихат, яғни салихалы амал қылғандар есейді, құтылады дейді. Қазақтар айтады, айран ішкен құтылады, шерек жалаған тұтылады дейді. Яғни адамдарға не жол көрсеткен. Дін тек қана намаздан, жатып тұрудан, рух сәждеден, қимылдан тұрмайды екен. Дін не? Неден тұрады екен? Жақсы, хайырлы амалдарда жасау, сол хайырлы амалдарда жарысудан тұрады екен. Сол хайырлы амалдарда жарысуда тұрады екен дін. Яғни адамдардың бас пайдасы үшін, қоғамды түзеу үшін, адамдарды тәрбиелеу үшін келген дін.
Және де Таубе сүресінде айтады: "Ва ма кана Аллаху лиюдилля қауман бa'да из хадахум хатта юбаййина лахум ма яттақун." Алла Тағала бір қауымды, бір адамдарды адастырмайды. Неден кейін? Оларға тура жолды көрсеткеннен кейін. Яғни кітаптарың мынау, пайғамбарларың мынау деп айтып, белгілеп көрсеткеннен кейін оларды адастырмайды. Тек қана адамдар өзі адасуды қаламаса. Түсіндіңіз? Адамдар өзі адасуды қалайды екен. Содан кейін Алла да оларды белгілі уақытқа дейін еркіне қоя береді екен. Белгілі уақытқа дейін. Рухын денесінен алған уақытқа дейін. Инналлах бикулли шейин алим. Аллах әрбір нәрсені не білуші дейді. Яғни бір адамдар айтуы мүмкін ғой: "Мен адаспайтын едім ертең күні, маған мүмкіншіліктер болған жоқ" деп. Бірақ Алла Тағала не айтып жатыр? Сендерге мүмкіншілік берілді. Сендерге кітап жіберілді. Сендерге жерде азан оқылды, азан айтылды. Сендерге мешіттер тұрғызылды. Яғни сендерге өмір берілді, сендерге уақыт берілді, сендерге жастық шақ берілді. Бүкіл нәрседен есеп алады екен да. Яғни адам сол кезде қашып құтыла алмайды екен да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ашар наби саллаллаху алейхи ва саллям илля бa'да хада тибаа биқаулихи юшибу ибн Адам ва ташаббу ма'аху хислатан аль-хирсу ва тул амал." Раваху аль-Муслим. Имам Муслим риуаят қылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: "Адамдар дейді қартаяды дейді, шаштары ағарады дейді." Не нәрседе қартаяды екен? Аль-хирс. Хирс деген тойымсыздық, ашкөздік. Ва тул амал. Және көп нәрседен үміт қылады екен да. Бітпейтін армандар. Армандайды көп нәрсе. Бірақ амал қылмайды. Армандайды. Байысам дейді, үйтсем дейді. Бірақ не істейді? Амал жасамайды. Адамдар амал жасамайды екен. Және дүнияға деген ашкөздік танытады екен. Жүректе бар. Ва қаулуху саллаллаху алейхи ва саллям: "Лау анна ибн Адам у'тия вадиян мин захабин ахабба илейхи thaniyan." Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисті тағы бір хадиспен қуаттайды. Былай деп айтады: "Егер дейді адам баласына вади деген сай, сай толы алтын берілсе" дейді. Не дейді? Екіншісін сұрайды. Бір сайды толтырып қойса, бір гора, бір тау, бір төмпешік алтын берсе адамға, онда адам баласы сондай екен, тойымсыз екен, ашкөздік танытады екен дүнияға, не істейді екен? Екіншісін бере салсай дейді. Екіншісін берсе екен деп не істейді екен? Үміт қылады екен. "Уалау у'тия thaniyan ахабба илейхи thalithan." Және оған екіншісін де берсе, ол үшіншісі болса екен деп тағы армандайды екен да. Бітпейтін армандар бар. Бітпейтін нәрселерді қиялдай береді екен да. "Вала ясудду джауфа ибн Адам илля ат-тураб." Және адамдардың ашкөзділігін тойдырмайды екен мынау дүния. 3 тау алтын берсе де, 4 тау алтын берсе де, бере берсе, мынау дүнияны кім сияқты? Шыңғыс хан сияқты. Жаулап ала берсем, бүкіл дүнияға патша болсам деп адамдар армандайды екен да. Сондай адамдар бар екен. Тойымсыздық қылады екен дүнияға. Бірақ пайғамбарымыз айтады, оның жауф деген адамның ортасы. Ортасы, әр нәрсенің ортасы бар, "Вала ясудду джауф ибн Адам илля тураб." Тек қана адамдардың ашкөзділігін қанағаттандырады, тойдырады ол не? Брус топырақ дейді. Брус топырақ адам салып бересің көзіне, көз тоймайды, бірақ көзіне бір пылинка, бір
жел тұрып бір топырақ бір құм түсіп кетсе, ай деп қалады. Яғни бір құмды көтере алмайтын адам дүнияға ашкөздік танытады екен да. Уаятубуллахи аля ман таба. Раваху ал-Бухари, имам Бухари деген хадис екен. Уаятубуллахи аля ман таба. Аллах кешіреді, кімдерді кешіреді? Сол адамдардың ішінде тәубе қылғандарды кешіреді. Яғни дүнияға ашкөздік танытпаған адамдар. Яғни қанағат тұтқан адамдар. Сол үшін қазақ айтады, қанағат қарын тойғызар, тойғызбаса қолындағы жалғызатын сойғызар дейді. Адам өзіне берілген нәрсеге қанағат қылуды үйрену керек екен да. Болмаса, анау да болса екен, мынау да болса екен деп армандаудың өзі қиялы шеті ол бітпейді екен да. Сондықтан бізге дініміз үйреткен я. Байып беріп болса қанағаттың талапты. Бізге дініміз үйреткен, нені үйреткен? Өзіміздегі төмен нәрселерге қарап шүкір етуді үйреткен екен. Дұрыс адам не істеу керек? Баю керек мұсылман адам. Бірақ немен? Еңбекпен баю керек. Дұрыс адам бай адамдарға қызығу керек. Бірақ мақсат қандай мақсат болу керек? Мен де бұл адам сияқты зекет берсем екен деп. Андай байларға емес, зекет бермейтін. Яғни Алланың берген мүлкінен орынды жерге пайдаланатын адамдарға қызығуға болады екен да. Мен де мешіт салсам екен, мен де медресе салсам екен, мен де жол жөндесем екен, мен де көпір салсам екен деп пайғамбарымыздың айтқан нәрселерін орындауға, сол мақсатта дүния мүлкін сарп ететін адамдарға ұқсау, оларға қызығу, оларға қызғанышпен қарау дінде рұқсат етіледі. Ал оның сыртындағы нәрселерге рұқсат жоқ. Қызғану дегенде қызығушы еді. Қызғану дегенде қызығушы. Қызғану? Жаңағыдай енді зекет беріп жатыр. Қызғану деген қалай түсінеміз? Көре алмаушылық қой. Көре алмаушылық. Бұл деген қызығу. Қызығу деген, мен мысалға бір аты әлемге әйгілі бір ғалымдар сияқты кітап жазып қалдырсам, ол қызығу да. Болмасаң да ұқсап бақ деп Абай атамыз айтады. Сол кісілер болмасақ та сол кісілер сияқты, бірақ сол сияқты болуға ұмтылу. Ол қызығу. Дұрыс па? Қызғану да бар, бірақ жақсы жағынан неде қызғану? Жақсы жағынан қызғану. Болады жақсы жағынан қызғану. Жоқ, білімді қызғану. Білімді қызғанасың. Білімді қызғанасың. Менде де ондай білім болса екен деп қызғанасың. Жақсы жағынан қызғану бар. Жақсы жағынан хайрыс дейді ғой. Жақсы жағынан не болады? Хасаттың екі мағынасы бар. Хасат деген не? Қызғану. Бірақ жақсы мағынада қызғану бар, жаман мағынада қызғану бар. Негізі болады да қызғану? Болады. Бірақ шариғаттың көрсеткен шеңберінде. Белая зависть, черная зависть дейді ме? Жақсы мағынада қызғану бар. Ілімді болсам, ғылымды болсам, маған берілген нәрседен дұрыс мақсатта пайдаланатын адамдардан болсам деп, сондай жақсы мағынада қызғану бар. Allah Ta'ala ve aşarul Kur'an-ı Kerim ila ba'di hadi taba' bi qawlihi. Allah Ta'ala bizge işaretleyen bulay deyip aytat deydi. Zuyyina linnas hubbu şehavat minen nisa vel banina vel qanatira al munqatara muqantara min al-zahabi vel fidda vel khayl al-musawwama والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب. Адамдарға не нәрсе жақсы көрсетілді дейді? Зуйина линнас хуббу шахават. Адамдарға өзінің жұбын жақсы көру, жақсы көрсетілді. Ер адам әйел адамды жақсы көреді. Әйел адам да ер адамды жақсы көреді. Және уәл-банин, балдарды жақсы көру. Балдарды жақсы көру, жақсы көру. Яғни Алланың берген, бізге берген несі? Сыйы. Уәл-қанатир мұқантарати мен-зәхаб. Және дүнияны жақсы көру. Дүнияның ішінде де алтынды жақсы көру. Фидда, күмісті жақсы көру.
Адам алтынды да күмісті де жақсы көреді. Бағалы, құнды заттарды. Дүнияны жақсы көреді. Дүнияның ішінде де әйел, бала, шағаның болғанын жақсы көреді. Уәл хейл, және дүнияның ішінде жылқыларды жақсы көреді екен. Неге арабтар жылқылармен мақтанады? Түйелерді көп айтпайды, бірақ түйе туралы Құранда бар, әңгіме жоқ. Бірақ ең ішіндегі ол ненің ішіндегі жылқыны да көп істейді. Анау жаулардың ішінде құйындатып кірген жылқыларды мақтайды. Адият сүресі. Адият. Уәл ан'ам, және басқа да малдарды жақсы көрсеткен адамға. Малым көп болса екен де, қора-қора жылқы болса, қора-қора қой болса, қора-қора сиыр болса, қора-қора түйе болса деп адамдарға сол дүнияның ішіндегі нәрселер жақсы көрсетілген. Уәзәлика матаъул хая. Бұл дүниядағы біздің рахаттанатын дүнияларға, рахаттанатын нәрселеріміз, заттарымыз. Көліктер ғой. Көліктер болады. Бірақ захаб көлік емес, енді алтын көлік емес. Бірақ алтынды әшекейлерді, жаңа күмісті әшекейлерді жақсы көру адамның өзінің фитратында, жаратылысында бар екен. Алла соларды жақсы көру үшін жаратқан екен. Бірақ дейді, бірақ Алланың жанында одан да жақсы нәрселер бар дейді. Алланың жанында одан да жақсы нәрселер бар. Алланың мекенінде одан да күшті нәрселер бар. Яғни, ертең жәннатқа адамдар кірген кезде айтады екен. Енді Құранда бар ғой оның арасында. Аллахым дейді, бізге бұл нәрселердің баяғыда дүнияда беріп едің ғой дейді, бұл нәрселерді. Дүнияда кейбір жәннаттың нелері бар екен, үлгілері бар екен да дүнияда. Адамға береді. Бірақ берудегі мақсат не екен? Оларды орынды, тиімді пайдалану. Бұл тек қана не екен? Ахиреттің көшірмесі ретінде. Ахиреттің тек үлгісі ретінде. Яғни оригинал емес бұл жердегі. Бұл жерде сағым. Көріп, асылдарды көріп, ар жақта одан да жақсы бар екен. көшірмесі ғой. Көшірмесі, копиясы. Тек қана көзге бір цветной көшірмесі екен былайша. Көшірме болғанда сканированный түр екен да. Сол үшін бала-шаға, дүния, мал, дәулет, тағы не, сұлтандық, патшалық дейма, гаремдер неше түрлі. Барлығы тек ахиреттің үлгісі ретінде тек көрсетілген екен. Бірақ дейді, аятты жалғастырады, Алланың жанында, Алланың адамдарға дайындаған мекен-жайларында одан да жақсы бар екен. Яғни бұл жерде сабақ, Алла Тағала адамдарға негізгі жаратылыстың мақсатын ұмыт күтпесін деп атады. Бұл тек қана жай ғана сіздерге тек бір көріп өтіп кететін жер. Яғни сапарларын бұл жермен тоқтап қоймайды екен. Сапарларын жалғасады. Сапарларын Алланың құзырына барғанға дейін сапарларын жалғасады деп жатыр. Енді сол адамзатқа, сол біздерге Алла Тағала тағы да былай айтады. Я айюханнас, ей адамдар, кулу мимман фил ард, халалун тойибан, уәлә таттабиу хутуати шаятин. Енді, ішіңіздер, жеңіздер. Жер бетіндегі нәрселерден ішіңіздер, жеңіздер. Бірақ не нәрседен ішу керек екен? Тағы да айтқан халал, тойиб, яғни жақсы көрілген нәрселерден. Алланың халал қылған нәрселеріңізден ішіңіздер, жеңіздер. Бірақ неге істемеңіздер еді? Уәлә таттабиу хутуати шайтан. Шайтанның ізінен ермеңіздер. Шайтанның қадамынан баспаңыздар. Басқа аятта айтады.
ішудегі, жеудегі не айтады? Иннал мубаззирина кану мин ихвани шаятин. Ішіңіздер, жеңіздер, бірақ ысырап етпеңіздер деген аят бар, дұрыс па? Кулу вашрабу, кулу вашрабу ва ла тусрифу. Ол басқа аят. Ішіңіздер, жеңіздер, бірақ ысырап етпеңіздер. Ішу, жеу, ол рұқсат нәрсе. Ол жақсы көрілген нәрсе. Бірақ жаман көрілген нәрсе ва ла тусрифу. Өйткені тақырып не? Адам жақсылықты, жамандықты айтып жатыр, ішіңіздер, жеңіздер, бірақ ва ла тусрифу. Бірақ ысырап қылмаңыздар. Ішуде де, жеуде де өзінің өлшемі бар. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Өйткені ол ысырап қылушыларды жақсы көрмейді. Ал жаңағы аятта айтады: Иннал мубаззирина кану мин ихвани шаятин. Мубаззирин деген ысырап қылушылар. Ысырап қылушылар шайтанның бауырлары дейді. Ал мына аятта айтып жатыр тағы да: Я юханнас, ей адамзат, кулу мимма фил ард. Жерде сіздерге рұқсат берген нәрселерден, жақсы нәрселерден, халален тойибан, халал болған, жақсы көрілген нәрселерді жеңіздер, ішіңіздер, пайдаланыңыздар барынша. Пайдаланыңыздар. Бірақ ескертеді: уала таттабиу хутуати шайтан. Бірақ шайтанның ізінен бармаңыздар, баспаңыздар. Шайтан басқан жерге баспаңыздар. Иннаху лакум адуввун мубин. Өйткені шайтан анық сіздерге қас, жау, дұшпан. Қас, жау, дұшпан дейді. Жақсы нәрседен пайдалануға рұқсат дінде. Жақсы көрілген нәрселерден пайдалануға рұқсат. Халал жолмен болса рұқсат. Халал неке, халал тапқан кәсібің, тағы не? Халал жиған дүнияң, халалмен келген алтының, халалмен келген күмісің, халалмен келген мал, дәулетің, түйең, қойың, тағысын тағы. Халалмен болса рұқсат. Бірақ не? Хараммен болса оған рұқсат жоқ. Хараммен болса оған рұқсат жоқ. Неге? Өйткені аятты жалғастырады. Не күліп отырсың, кім? Өйткені жалғастырады аятта. Иннама я'мурукум бисуи. Өйткені шайтан жамандықты әмір етеді дейді. Бұл нәрселерді кәсіп қылуға болады, Алла айтып отқандай. Бірақ халал жолмен, өйткені аяттың бірінші бөлігінде халалмен, жақсымен кәсіп қылыңыздар деп отыр. Өйткені шайтанның несіне басқан ізі иннама я'мурукум. Шайтан әмір қылады. Бисуи, жамандықты әмір қылады. Уал фахшаи, және жамандықты істеуді әмір қылады. Жамандықты, бүлікті шығаруды әмір қылады. Ва ан тақулу алаллахи ма ла та'ламун. Және Аллахқа қатысты сіздердің білмейтін нәрселеріңізге кірісуге әмір қылады. Ақида мәселелерінде Алланың сыпатына қатысты нәрселерде адамдармен істейді екен, ойнайды екен да. Мысалы, мүджәссималарды қалай ауыстық не істеді? Адастырды. Мүджәссималар не істеді? Мүджәссималар кімдер ақидада? Ана Аллаға дене бергендер. Алланы суреттегендер. Мысалы, Иса алейхиссаламды не деді? Баласы деді, Алланың баласы деді. Сол сияқты да исламның ішінен бөлініп шыққан кейбір топтар мүджәссималар дейді олар. Жесім бергендер, Аллаға тән бергендер, Аллаға мүше бергендер, Алланы басқа мақлұқтарға ұқсатып қойғандар, Алланы шектеп қойғандар, Аллаға тарап бергендер. Он жақ, сол жақ, асты, үсті деп Алланы шектегендер. Қолы бар дейді. Шектегендер. Сондықтан бұл жерде айтады, Алла соны Алланың сыпатына қатысты нәрселерді де шайтан адамды адастырады. Өйткені мына жерде айтып жатыр: "Уанна тақулу алаллахи ма ла та'ламун." Сендер білмейтін нәрселерді шайтан айтқызады екен да. Аллаға қатысты болған нәрселерді шайтан істейді екен, ойнайды екен. Сондықтан ғалымдар айтады, не дейді ғалымдар осы мәселелерде? Мәхмә тасауарта бибалик фаллаху бихилафин залик. Сен Аллаға қатысты шайтанның саған берген уәсвасасына суреттеп қанша ойлай берсең де, қанша Алла деп мына нәрселерді көре берсең де, бірақ Алла оның сыртында.
مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Алла шайтанның жұмысы да сол екен. Не екен? Жамандықтарды тіпті саған суреттеп, баяндап, көрсетіп, қиялдатып, елестетіп жібереді екен да Алланың затына болған нәрселерді. Сондықтан айтады, бұл жерде шайтанның несінен, хутубасынан, шайтанның қадамынан баспаңыздар. Шайтанның сіздерге сыбырлаған нәрсесіне еріп кетпеңіздер деп отыр. Яғни бұл жерден жаңа айттық, адамға екі жол көрсетілді, бірі жақсы, бірі жаман. Бірі хайыр, бірі шар. Сондықтан біз дұға қыламыз я. Аллахумма арина хаққан хаққан, варзуқни иттибаан, варина батинан батинан, варзуқни иштинабан. Аллахым бізге хақты хақ қылып көрсет, және хаққа еруді нәсіп ет. Және жалғанды жалған етіп көрсет, және жалғаннан алыс жүруді бізге нәсіп ет деп дұға қылады екенбіз. Ajal deydi, iya deydi. İnnel khataral halal tayyib qavlu alallahi bila ilm. Ajal, iya deydi. No, ең нәрсе болған, қауіпті нәрсе болған, ол Алланың затына, сыпатына қатысты білімсіз бірдеме айту дейді. Алланың затына, сыпатына қатысты нәрселерде білімсіз бірдеме айту, ол ең қауіпті нәрселердің дейді. Фахуа ахуссу вал-фахша. Жаңа ол іспен, амалмен болады. Аллази ятмуру бихима аш-шайтан. Сол нәрселерде шайтан не істейді? Әмір қылады дейді. Сол нәрселерде шайтан әмір қылады дейді. Жасауды да, айтуды да. Сонымен хуласатул калам, сонымен қорытындыда да не дейді? Қорытындыда адамға не берілген екен? Не берілген екен? Қалау берілген екен. Адамға ерік берілген екен. Яғни бұны бір сөзбен айтқанда ирада берілді. Жүз ихтияр, күллі ихтияр деген нәрселер бар. Адамға қалау берілді, бірақ қалау адамның шектеулі. Адамның қалауы шектеулі. Сол шектеулі қалауында көрсетілген шеңберден аспай әрекет қылса, яғни Құран көрсетіп жатыр, не нәрсені үйретті жаңа? Ішіңіздер, жеңіздер, ысырап етпеңіздер деген мысалы. Өйткені ысырап етушілер шайтанның бауырларына болады. Өйткені Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді деп, осындай бірнеше аяттарды, жақсылықты жасауды, дүнияны жақсы көруде, бірақ дүнияны жақсы көруде Алланың рұқсат берген шеңберінде жақсы көру, Алланың рұқсат берген дүниясын Алла жолында жұмсау, оның сыртындағы нәрселерді қалау дұрыс болмайды екен бізге айтуда. Оған қатысы Ал-Маарижде не бар? Маариж сүресінде көп нәрсе айтылады. Соны қысқа өтіп кетейік, кейін тапсырмадан толығырақ қарайсыздар. Бисмилlah. Иннал инсана хулиқа халуа. Адам баласы өте не болып жаратылды? Асығыс және әлсіз болып жаратылды.
асығыс. Басқа аяттар айтады ғой, хулиқал инсану ажула. Адам өте асығыс жаратылды. Бұл жерде әлсіз жаратылды. Дәрменсіз болды. Ида массаху аш-шарру жазуа. Оны бір адамға бір жамандық келсе, ол не істейді? Ол нәрселерге дәрменсіз. Мысалы, баяғысында бір түрлі қайғы, қасіреттер келсе, біз оған нәрсеге тез сынып қаламыз да. Любой адам ол нәрседе, кез келген адам сынып қалады ол нәрселерде. Яғни бір Алла бір нәрселерді сынау мүмкін адамды. Бір адам ол нәрселерде тез не болып қалады? Сынып қалады ол нәрселерде. Бірақ иманы күшті қуатты адамдар ол нәрсе Алладан деп біледі. Ида асабату мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Я сабыр болу. Ва ида массаху ал-хайр мануа. Адамға бір жақсылық келсе, сол Алланың берген жақсылығын басқаларға үлестір десе, басқаларға бөліп бер десе, мануа бермейді. Құранда не еді? Бақара сүресінің басында оқыдық қой. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фиһи худан лил муттақин аллазина юъминуна бил гайби ва юқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Олар Алланың берген нәрсесінен басқаларына үлестіреді, ризықтандырады. Адамға бір хайырлы, бір жақсы нәрсе келсе, олар басқаларын одан тосады. Немесе неде бар ғой? Маун сүресінде. Не еді? Оларды қызықтырмайды. Не нәрсе қызықтырмайды? Міскіндерді тамақтандыру қызықтырмайды. Міскіндерді тамақтандыру оларды қызықтырмайды. Бірақ Алла ол адамдарға не берген? Мүмкіншілік берген. Ол міскіндерді тамақтандыруға мүмкіншілік берген. Иллал мусаллин. Кімдер жақсылықтан қайтармайды, жақсылықтан тоспайды, немесе міскіндерді тамақтандыруға асығады, кімдер? Жай адамдар қызықтырмайды оның нәрселер. Біреуге жәрдем берейін-ау, біреуге қайырымдылық қылайын-ау, Алла үшін біреуге қол үшін берейін-ау, біреуді киіндірейін-ау деген нәрселер. Иллал мусалли. Тек қана намаз оқитындар. Ол нәрселерде жарысады. Қай жерде Алланың разылығы бар, сол нәрселерді іздеп жүреді. Иллал мусаллин. Аллазина хум аля салатихим даимун. Бірақ тағы да айтып жатыр. Қандай намаз қылғандар? Намазын қаза қылмайтындар. Намазын қаза қылмайтындарда не бар екен? Даима деген, яғни намазына жүйелі, әрдайым уақытлы мән беріп қарайтындар. Намаз оқитындардың ішінде де бөліп айтады Алла Тағала. Аллазина хум аля салатихим даимун. Намазын қаза қылмайтындар. Валлазина фи амвалихим хаққун маълум. Және олар біледі, ол малдарында олардың несі бар екен? Хаққысы бар екен біледі. Алла берді. Алла бұл малдарды, дүнияны берді. Не үшін берді? Закат